y тең fx функциясының графигін салыңдар. Графикті қолданып fx үлкен немесе тең 2-ден теңсіздік орындалатындай ox осындегі сан аралығын алыңдар. Бұл жерде fx тең 0,5 x квадрат минус 2 жарым. Енді біз 0-ге теңестіріп x осымен қай жерде қисады соларды тауып аламыз. Бүтін санға айналдыру үшін 2-ге көбейтсек болады. Сонда x квадрат минус 5 тең 0. Тектейтін болсақ x минус түбір асты 5, x плюс түбір асты 5 тең 0. x1 тең түбір астында 5, x2 тең минус түбір астында 5 бар. Белгілегі парабола бізде үстіне қарап тұрады. Осында бір парабола шығады. Енді бізге 2-ден үлкен керек. 2-ден үлкен дегеніміз ол осының жоғары жағында жатқан. fx тең 2 деген осы. Соның жоғарысында жатқан. Осы бөлікке сәйкес x нүктелерін табамыз. Енді бірінші қиылысқан нүктелерін табуымыз керек. Қиылысқан нүктелері ол бізде оны табу үшін fx тең 2 деп тағы теңдеп шешіп аламыз. Сонда 5x квадрат минус 2 жарым тең 2. 2 көбейтетін болсақ, бүтін санға айналдыру үшін x квадрат минус 5 тең 4. Сонда x квадрат минус 9 тең 0. X тең плюс минус 3 болады. Бұл жерде бұл минус 3. Минус 3 тең 0 плюс 3. Ал енді бізде көк жақта белгілейтін болсақ, минус шексіздіктен минус 3-ге дейін. Бұл жерде тік жақша болады, өйткені үлкен немесе тең 2-ден біріккен 3-тен плюс шексіздікке дейін. Y тең fx функциясының графигін салыңдар. Графикті қолданып fx үлкен немесе тең 2-ден теңсіздік орындалатындай x осындегі сан аралығын табыңдар. Бұл жердегі fx 2 минус 4x квадрат. Ал мен соны 0-ге теңестіріп x1 x2-ні тауып аламыз. Минус 4x квадрат тең минус 2, x квадрат тең минус 2 минус 4-ке бөлсек 2-ден 1. X тең плюс минус түбір астында 2-ден 1 болады. Бұл бізде белгілегенде 1-ге жақын сандар. X квадраттың коэффициенті минус 4 болған соң ол астына қарап тұрады. Парабола. Енді бізде 2-ден үлкен немесе тең болу керек. 2-ні алдымен 2-ні сызып алсақ, осының ал біздің параболамыз 2-ның асты жағында тұр. Сонда бізде параболада 2 деген нүкте ғана тұр. Қалған бәрі сол 2-ның параболаның қалған бөлігі 2-ның астында тұр. Ал сол теңдеуді 2-мен шешіп көрсек, екі минус 4x квадрат тең 2, минус 4x квадрат тең 0, x квадрат тең 0, x тең 0. Сонда 0 деген x 0 болғанда ғана x 0 болғанда ғана осы теңсіздікті қанағаттандырады. Жауапты жазғанда осындай теңдеумен жазамыз. Y тең fx функциясының графигін салыңдар. Графикті қолданып fx кіші немесе тең 5-тен теңсіздік орындалатын ox осындегі сан аралығын табыңдар. Алтын теңді ретінде жазып аламыз. 8 минус 3x квадрат тең 0, минус 3x квадрат тең
Minus 8 x kvadrat teң 3'ten 8. X teң tübür aslında 3'ten 8. Altında plus minus tanımlısı var. Енді бұл x квадраттың коэффициенті минус 3 болған үшін астына қарап тұрады. Оны белгілегенде 8'ді 3'ке бөлсек 2,17 түбірасында 2,17 ол 1,15 шамамен минус 1,15 және 1,15 те болады. Ал x-тің орнына 0-ді қойсақ 8 сонда қарап аламыз, осындай болады. Енді бізге 5 fx кіші немесе тең 5 деген керек. Онда 5-ті сызып алсақ 5-тің астындағы бөлігі осы бөлікпен осы бөлік. Енді оның жауабы бізде нақты нүктесін табу үшін орнына 5 қойып санап көреміз. 8 минус 3x квадрат тең 5 минус 3x квадрат тең минус 3 x квадрат тең 1 x тең плюс минус 1. Онда мына нүктеміз сол жақтан нүктеміз минус 1, ол жақтан нүктеміз 1-ге тең. Енді теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен минус 1-ге дейін тік жақша. Өйткені кіші немесе тең деп тұр. Үлкен біріккен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Жауап осылай болады. Y-тің fx функциясының графигін салыңдар. Графикті қолданып fx үлкен 4-тен теңсіздік орындалатындай ox осындегі сан аралығын табыңдар. X квадрат минус 12 тең 0. Сонда x тең плюс минус түбір астында 12. Ол тең болады. Түбір асты плюс минус түбір асты плюс минус 2 түбір астында 3. Енді шамамен алғанда түбір асты 3 алып 1,17-ге тең 2,4 3,14 минус 3,14 және 3,14 2 нүктені белгілейміз. Енді x квадраттың коэффициенті 1 ішіне қарап тұрған үшін бізде 0 осы 2 нүктенің ортасы 0-ге тең. Ал x-тің орнына 0-ді қойсақ минус 12 шығады. Қарап аламыз, осындай болады. Енді бізге fx тең 4 нүктесін табу керек. fx тең 4 осындай болады. Ал енді бізге 4-тен үлкендер керек. Қарап аламыз, осы жерде және осы екі бөлікте 4-тен үлкен болады. Ал мына нүктелер табу үшін 4-пен теңестіреміз. X квадрат минус 12 тең 4. X квадрат минус 16 тең 0. X минус 4. X плюс 4 тең 0. Бұл жерде X тең 4 шығады. Және X тең минус 4. Минус 4 және плюс 4. Онда жауабы минус шексіздіктен минус 4-ке дейін біріккен 4-тен плюс шексіздікке дейін.